Гиннес рекордтар кітабынан Қазақстанның атынан бірнеше рекордтар тіркелгені белгілі. Біз бүгін оның ішіндегі топ 10 ерекше рекордтарды айтатын боламыз. 10-шы орында ауыр атлетикада көтерген ең ауыр салмақ. 2012 жылы Лондонда өткен Олимпиадада ауыр атлетші Илья Ильин қос сайыста 418 кг штанга көтеріп Гиннес рекордтар кітабына енді. Ал Алматыда өткен ауыр атлетикадан әлем чемпионатында Ильин 432 кг көтеріп бұрынғы рекордты тағы да жаңартты. Сөйтіп, әлемдегі ең ауыр салмақты көтеруші болып табылды. 9-шы орында оңтүстік полюске құрлық арқылы жеткен ең тез орташа жылдамдықтағы сапар. Ал бұл рекордты ешкімде арнайы орындаған емес. 2011 жыл желтоқсанда Қазақ география қоғамының экспедициялық тобы оңтүстік полюске дейін 2308 км жолды автокөлікпен 21,37 км/сағат жылдамдықпен 108 сағатта басып өтті. Бұл көрсеткіш кейін оңтүстік полюске құрлық арқылы жеткен ең тез орташа жылдамдықтағы сапар деп бағаланып Гиннестер кітабына енді. 8-ші орында әлем шөлдерін ең көп кесіп өтуші. Рекордтар кітабына 7 рет енген Марат Жалынбаевтың рекорды барша Қазақстанға аян. Ол Европаның ең биік шыңы Эльбрусқа 5642 метрлік марафондық жүгіріспен 7 күнде жүгіріп шықты. 1992 жылы 20 күнде Қарақұм шөлін 1200 км, ал 1993 жылы 24 күн ішінде Сахара шөлін 1700 км, сол жылы 22 күнде үлкен Виктория шөлін 1600 км-ді және 1994 жылы 17 күнде Мохава шөлін 1218 км-ді кесіп өткен. 7-ші орында ең көп адам қатысқан аэробикалық жаттығу. 2003 жылы елімізде салауатты өмір салтын насихаттау үшін өткізілген жаппай аэробикалық жаттығу рекордтар кітабына лайықты болып танылды. Қазақстан бойынша 4.845.098 адам радиодан берілген әуен арқылы дене жаттығуларын жасап, әлем бойынша ең көп адам қатысқан аэробикалық жаттығуда орын алды. 6-шы орында ең көп коньки тебушілер. Медеу мұз айдында бірден 523 адам шығып, коньки тебу сәті Гиннес рекордтар кітабына енді. Рекордты орнатуға жоғарғы оқу орны студенттері, қала азаматтары мен еріктілер қатысты. 5-ші орында ең биік шатыр құрылыс. Астана қаласындағы Хан Шатыр ойын-сауық кешені әлемдегі ең биік шатыр құрылыс ретінде тіркелген. Оның биіктігі 150 метрден асады. Ғимараттың архитекторы танымал британдық маман Норман Фостер. 4-ші орында ең көп пісірілген бауырсақ. 2014 жылы Алматыда аналар күнінің атап өту аясында 856 кг бауырсақ пісірілген. Оны дайындауға барлығы 650 кг ұн, 650 литр өсімдік майы, 450 литр су, 15 кг тұз және 15 кг қант жұмсалды. Бұл оқиға рекордтар кітабына ең көп пісірілген және желінген бауырсақтар деген атпен кірді. 3-ші орында ядролық жарылыс салдарынан пайда болған үлкен көл. Шығыс Қазақстан облысында орналасқан Шаған көлі 1965 жылы жасалған алғашқы кеңестік өнеркәсіптік термоядролық жарыс нәтижесінде пайда болған үлкен көл. Бейбіт атом бағдарламасы аясында тасқын суларды шоғырланту су қоймасы ретінде жоспарланған жоба сәтсіздікке ұшырайды. Жарылыстар арқылы суды ерітіп отырмақшы болған жоспар іске асырылмай, атом көлінің суы жұқпалы әрі ішуге жарамсыз болып қалған. Бүгінгі Семей полигонының негізгі туристік объектілерінің бірі болып табылады. 2-ші орында ғарыш алаңындағы ең ірі апат. 1960 жылы Байқоңыр ғарыш айлағында Р-16 зымыраны жарылып, 91 адам қаза тауып, ұшуға 30 минут қалғанда аяқ астына зымыранның қозғалтқышы қосылып кеткен. Оқиға ғарыш саласындағы жерде орын алған әлемдегі ең қайғылы апат ретінде тарихта қалды. Кейін белгілі болғандай, мамандар зымыранды ұшуға дайындық
уақытта қауіпсіздікті өрескел бұзғандығы анықталды. Техникалық жағынан толығымен дайын емес ракетаны ұшыру жөнінде шешім қабылданған. Бірінші орында теңізге шыға алмайтын ең үлкен мемлекет. Көпшілігіміз Қазақстанның жер көлемі бойынша әлемде 9-шы орын алатынын білгенімізбен, Гиннес рекордтар кітабына әлемдегі теңізге тіке шыға алмайтын жер аумағы ең үлкен мемлекет екенімізді біле бермейміз. Видео ұнаса, комментарий қалдырып каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Қазақ контентін дамуға үлес қосайық.